жылы осы біздің мектепте дамп мұражайы ашылады. Дамп мұражайы дегеніміз ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ұлы отан соғысына осы Қазақстанның жерінен басқа да ұлттарының басқа республиканың азаматтары соғыс болады ғой, немістердің фашистік соғысы. Сол кезде 4 жыл соғысқан адамдардың соғысы біз ұлы отан соғысы дейміз. Себебі біз елімізді, жерімізді, қаламызды қорғауға шығамыз. Осы мектептің мұражайында, осы мұражай 1982 жылы ашылады. Мұражай дегенді сіздер түсініп отырсыздар. Бұл жерде осындай нелер бар, құнды жәдігер заттар бар. Пулеметтің, мына оқ дәрілері барлығы соғыс даласынан алынып келген заттар. Темір. Және бұл өте ауыр. Бұл снаряд дивизиясы. Бұндай снарядтар неде болады? Танкіде болады. Міне танкіден атылған оқтың дивизиясы дейді. Снаряд деп тұр. Көрдіңіздер ме? Осы заттардың бәрін біздің мектеп оқушылары Майдан даласынан алып келді. Надеж Бабажанов деген кісі. Бұл кісі біздің Ұзынағаш деген ауылды білеміз ғой? Ұзынағаш ауылында тұрған. Мына кісі Досымбеков, әскери дайындық пәнінің мұғалімі Узловский Виктор Петрович деген. Осы мына кісі мектеп директор болды, мына кісі әскери дайындықтан сабақ беріп отырды. Осы кісілердің арқасында балалар біздің осы мұражай әлі күнге шейін жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде майда снарядтың сынықтары. Оқ атылған кезде снарядтар осындай жан-жаққа ұшырайды. Оқтың, автоматтың дивизиялары жан-жаққа ұшырайды екен, көріп тұрсыңдар. Мына жерде біздің мектептің оқушылары волейбол, баскетбол деген 83-88 жылдары областной, аудандық осындай жарыстарға қатысып, бірінші, екінші орынды ылғи алып отырған кубоктар. Түсініп тұрсыңдар ма? Осындай кубоктар біздің мектептің оқушылары. Сендер де үлкен сыныпқа келген кезде осындай жарыстарға қатысыңдар. Сендер де осындай кубоктардан тақайша біздің мектебіміздің ең алғашқы директорлары, одан кейінгі директорлары арналған. Мына кісіні таныдыңыздар ма? Досымбеков Ғали Камалұлын. Қайсы мектеп көрдіңіздер жаңа? Мектептің музей негізін қалаған осы кісі екен, жаңағына майлы бойлауды салған осы кісі деп түсіндірдім ғой, естерінде қалды ма? Жарайды.